94-ші сабақ еселік салыстыруға берілген есептер. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша сұрақтарға жауап бер. Үш бұрыш нешеу? Үш бұрышты санаймыз. 1, 2, яғни үш бұрыш екеу. Шаршылар ше санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 шаршы бар. Шаршылар үш бұрыштарға қарағанда неше есе артық? Ендеше шаршыларды біз үш бұрыш санына бөлеміз. Үш бұрыш саны 2. 6-ны 2-ге бөлсек 3. Сонда шаршылар үш бұрыштарға қарағанда 3 есе артық. Келесі, үш бұрыштар шаршыларға қарағанда неше есе кем? Оны табу үшін біз 6-ны 2-ге бөлеміз. Ол да 3 есе болады. Сонда 3 есе кем. Бұдан қандай ереже шығады? Неше есе артық, неше есе кем екенін табу үшін біз үлкен санды кіші санға бөлеміз. Екінші тапсырма. Есепті шығар. Қолөнер бұйымдары көрмесінде 8 жүк аяқ және 16 сандық болды. Көрмеге қойылған сандықтар жүк аяқтарға қарағанда неше есе артық? Оны табу үшін 16-ны 8-ге бөлеміз. Сонда 2 есе артық болады. Жауабына 2 есе артық деп жазамыз. Бір санның екінші саннан неше есе артық немесе неше есе кем екенін білу үшін үлкен санды кіші санға бөлу қажет. Бұл жоғарыда көрсетілген ереже. Қанша есе артық, қанша есе кем. Тамаша. Келесі. 45 саны 9-дан неше есе артық? 9-ға бөлеміз. Ә нұсқасы. 7 саны 28-ден неше есе кем? Үлкен санымыз біз 28. Соны 7-ге бөлеміз. Ал мәндерін өздерің табыңдар. 4-ші. Есепті шығар. Дүкенде 15 тостаған және одан 3 есе кем табақ сатылды. Дүкенде неше табақ сатылды? Ал есе кем болғанда бөлеміз. Есе артық болғанда көбейтеміз. Енді бұл ережемен мына ереженің айырмашылығы қай жерде деп сұрақ болуы мүмкін. Оны қазір айтам. Егер мысалы берілген зат немесе берілген екінші нәрсе белгісіз болып, ол 3 есе кем болса, әрине бөлеміз. Ал енді 3 есе артық болғанда көбейтеміз. Ал енді қай жағдайда мынау? Бұл ереже екеуі де белгілі. Міне, екеуі де белгілі. Міне, жүк аяқ та белгілі, сандық та белгілі. Бірақ олардың қанша есе артық немесе кем екені белгісіз болған кезде, онда үлкен санды кіші санға бөлеміз. Енді жазамыз. Шешуі 15 бөлу 3 тең 5 болады. Сонда 5 бізде не белгісіз? Табақ. Сондықтан жауабына 5 табақ сатылды деп жазамыз. Кесіндінің ұзындығын өлшем. Ұзындығы осы кесіндінің ұзындығынан 2 есе кем кесінді сыз дейді. Ендеше мына ұзындықты өлшейміз. Оған сызғыш керек. 2 есе кемді табу үшін біз осыны 2-ге бөлеміз. Сондағы шыққан ұзындықты сызамыз. Келістік қой. 6-шы тапсырма. Кесте бойынша теңдеулер құр, оларды шеш. Ал жазамыз. 54 азайту 29 азайту 2 тең 17. Бірден мына азайтуды орындап алайық. 54-тен 29-ды азайтайық. 14-тен 9-ды азайтсақ 5,
5-тің орнында 4 қалды, одан 2-ні азайтсақ 2. Сонда 25 азайту x тең 17 деген қарапайым теңдеу шықты. Жай теңдеу. Ал x-ті табу үшін не істейміз? 25-тен 17-ні азайтамыз. X-тің мәнін тауып, оны x-тің орнына қойып, тексеруді ұмытпа. Келесі, x азайту 91 азайту 37 тең 19. Бірден, мына 91-ден 37-ні азайтып аламыз. X азайту, ал енді 91-ден 37-ні азайтайық. 11-ден 7-ні азайтсақ 4, 9-ның орнында 8 қалды, одан 3-ті азайтсақ 5. Сонда 54 тең 19. Ал енді x табу үшін, ол азайғыш, оны табу үшін 54-ке 19-ді қосамыз. X-тің мәнін тауып, және де орнына қойып тексеруді ұмытпа. Мысалдарды шығарды өзіміз шығарамыз, ал мен 8-ші есепке тоқталайын. Дүкенде 6 ожау және 18 табақ сатылды. Жазамыз. Ожау 6, табақ 18. Ожауға қарағанда табақ неше есе артық сатылды? Шешуі 18 бөлу 6 тең 3. Жауабы 3 есе артық сатылды. Бүгінгі сабақ аяқталды. Түсінікті болса, лайк басып, каналға жазуды ұмытпа.